بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қымбатты көрермендер, мінекей біз өздеріңізбен әліпби айдарын бастағалы отырмыз. Өткен сабақта біз та және фа әріпін үйренген болатынбыз. Ал бұл жолы біз сіздермен араб тілінің үш әрібі джим, ха және хо әріптерін үйренетін боламыз. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Бірінші үйренетін әріпіміз джим әріпі. Джим әріпі қазақ тілінде ж дыбысын бергенімен, араб тілінде өзіндік ерекшеліктер бар. Джим әріпі айтылған кезде ж, яғни тербеліспен қазақ тіліндегі, егер айтылуын жазатын болсақ, қазақ тіліндегі д және ж әріпінің қосындысы. Ж. Айтып көрейікші. Джим. Бұл әріптің атауы, ал беретін дыбысы ж. Екінші өтетін әрібіміз ха әрібі. Бұл ха әрібі тек араб тіліне ғана тиесілі әріп. Өзге тілдерде ха әріпі жоқ. Сондықтан бұл әріпке ерекше мән беру керек. Ха әріпі айтылған кезде тіліміз тісіміздің үстіне қойылып, кейін төменгі жағымыздың ашылуы арқылы айтылады. Мән беріп қараңыздар. Келей тамақтан шығады, ғырыл қосылмайды. Ха. Төменгі жағымыз жұмыс жасайды. Ха. Менімен бірге өздеріңіз айтып көріңіздер. Ха. Ал енді үшінші өтетін әрібіміз хо әрібі болмақ. Хо әрібі айтылған кезде ғырылмен айтылады. Бұл хо әрібінің қазақ тіліндегі хат деген сөзде келетін х әріпінен айырмашылығы жоқ. Тек қана атауы хо деп айтылады. Хо. Кәнеке менімен айтып көріңіздер. Хо. Өте тамаша. Мінекей осымен біз бүгінгі араб тілінің үш әрібін үйрендік. Алдыңғы сабақта өткен әріптерді де қайталап жүріңіздер. Енді осы үш әріптің жазылуына келер болсақ, бұл әріптерді жазған кезде бірінші бұл әріптер үстіңгі бөлігі дәптер жолының үстіңгі жолына жазылса, ал екінші бөлігі жолдың астына жазылады. Бұл әріптерде араб әріптерінің ережелерін сақтап, бірінші жазған кезде төменнен жоғары қаратай таяқша көтеріліп қысқаша, кейіннен ол оңға қаратай төмен түсіріледі, кейіннен төмен қарай доғалданып жартылай шеңбер жасалады. Джим әріпінің ортасына нүктесі қойылады. Ха әріпі де дәл джим әріпі сияқты төменнен жоғары кішкене қысқаша таяқша көтеріледі. Кейін сол қысқаша таяқшаның ұшынан оң жаққа қаратай төмен сырғанақ сықылды төмен қарай жазылады. Кейін барып осы жерден жартылай доға шеңбер жасалады. Ха әріпінде нүкте болмайды. Ал келесі әріпіміз хо әріпінде дәл джим және ха әріпі сықылды жазылады. Бірінші төменнен жоғары қаратай таяқша, кейін сырғанақ, кейін барып жартылай доғал шеңбер жасалады. Ерекшелігі үстіне бір нүкте қойылады. Өздеріңіз байқап отырсаңыздар, бізде джим әріпінде бір нүкте жартылай шеңбердің ортасына қойылса, ха әріпінде мүлде нүкте жоқ, ал хо әріпінің үстінде нүктесі бар. Біз айтқан нәрсені мұқият тыңдап алыңыздар. Джим әріпі джим, ха әріпі ха, ал хо әріпі хо деп айтылады. Джим әріпі жекеше түрде сөз басында джим әріпі бірінші таяқша жоғары көтеріліп, кейіннен сырғанақ солдан оң қарай жасалып, кейіннен оңнан сол қарай таяқша сызықша сызылады, астына нүктесі қойылады. Сөз ортасында джим әріпі бірінші сызықша болып басталып, оң жақтан солға қаратай сәл көтеріледі. Кейін таяқша төменнен жоғарыға қарай көтеріліп, оң жаққа қарай сырғанақ жасалып, сол жаққа қаратай. Одан кейін таяқшаның көтерілген тұсынан тағы сызықша жасалады, оңнан сол қарай. Кейін астына нүктесі қойылады. Сөз соңында джим әріпі бірінші оң жақтан солға қаратай сызықша болып басталып, кейін сәл таяқша көтеріледі. Кейін қысқа таяқша төменнен жоғарыға көтеріліп, сәл
оңнан солға қаратай сырғанақ жасалады. Кейіннен таяқшаның көтерілген тұсынан төмен қаратай жартылай шеңбер жасалып, дәл ортасынан нүктесі қойылады. Х әрпі жекеше түрде. Сөз басында Х әрпі бірінші таяқша көтеріліп, кейіннен сырғанақ жасалып, одан сырғанақтан былай таяқша сызықша сызылады. Сөз ортасы. Х әрпі сөз ортасында жим әрпіне ұқсас, оң жақтан сол жаққа қаратай сызықша сызылып басталып, таяқша сәл көтеріліп, кейіннен қысқа таяқша төменнен жоғарыға көтеріліп сырғанақ сызылады. Кейін таяқшаның көтерілген тұсынан таяқша төмен түсіп, оң жақтан солға қаратай сызықша болып бітеді. Х әрпі сөз соңында оң жақтан солға қаратай сызықша болып басталып, сәл қысқа көтеріледі. Кейін төменнен жоғарыға қаратай қысқа таяқша созылып, қысқа таяқша болып көтеріліп, ол сырғанақ болып жалғасады. Кейін осы тұстан таяқшаның көтерілген тұсынан төмен қаратай жартылай шеңбер сызылады. Х әрпі жекеше түрде. Х әрпі сөз басында қысқа таяқша болып басталып, төменнен жоғарыға, кейін сырғанақ болып, кейін сол сырғанақ сызықша болып жалғасады. Үстіне нүктесі қойылады. Сөз ортасы Х әрпі оң жақтан солға қаратай сызықша болып басталып, кейін қысқаша көтеріледі. Кейін қысқа сызықша төменнен жоғарыға көтеріліп, сырғанақ болады. Кейін осы көтерілген тұстан, таяқша қысқаша көтерілген тұстан төмен қарай түсіп, сызықша болып аяқталып, дәл үстіне нүктесі қойылады. Сөз соңында Х әрпі оң жақтан сызықша болып басталып, таяқша кейін сәл кішкене жоғары көтеріледі. Кейін қысқа таяқша төменнен жоғарыға көтеріліп, сырғанақ болып, кейін осы таяқшаның қысқа көтерілген жерінен жартылай шеңбер сызылады. Дәл үстіне нүктесі қойылады. Осымен, құрметті көрермен, бүгінгі әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Келесі айдарымызда жүздескенше Аллах Тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا